Сәлем достар, мен Шахуа Исаханова. Қазіргі кезде мен Корей елінде тұрамын, және де қай елге барсам да мен осы жұмысымда жұмыс жасай аламын. Яғни бұл мен жұмыс жасап жатқаным онлайн бизнес, Oasis компаниясында жұмыс жасаймын. Егер сіздерге де қызық болса, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Бүгін мен сіздерге бүгінгі видеомда кәдімгі жұмыспен, яғни кәдімгі дәстүрлі жұмыспен онлайн жұмыстың айырмашылығы, олардың кемшілігі және де артықшылықтары туралы айтылатын болады. Ал бірінші бұл артықшылығы, бұл даму. Кәдімгі жұмыста жұмыс жасайтын болсаңыз, тек қана бастықтың ғана айтқанын орындап, ақшаңызды алып қайтасыз. Ал сіз егер онлайн жұмыста жұмыс жасайтын болсаңыз, онда сіздің міндетіңіз міндетті түрде өзіңізді дамыту, қорыңызды дамыту. Әрине ол басында қиын көрінуі мүмкін, бірақ сіз табысқа шыққаннан кейін ол өзіңізге пайдалы. Не үшін? Өйткені сіз кәдімгі жұмысты сізден бастық тартып алады, бірақ сіздің яғни өзіңізге берілген инвестициядағы білімді ешкім тартып ала алмайды. Сондықтан да негізі онлайн жұмыстағы білім бұл сіздің пайдаңыз болып есептеледі. Онлайн бизнесте сен тоқтамай өсесің, және де сенің жыл сайын сенің табысың көбейіп отырады. Кәдімгі традиционный жұмыста сен адамдарға көмектесе алмайсың. Если көмектескен жағдайда, мысалы сенің қасыңа осы адамға көмектес деген жағдайда уже сен қорқып отырасың. Менің жұмысым ұнамай қалды ма? Неге бұл новый адамға менің жұмысымды үйретіп жатыр деген сияқты сенде қорқыныш болады. Ал біздің онлайн бизнесімізде сіз қаншалықты көп адамға үйретсеңіз, сіздің соншалықты табысыңыз көбейеді. Ал екінші бұл уақыт еркіндігі. Азанда, если сіз традиционный жұмысқа баратын болсаңыз, міндетті түрде азанда өзінің уақытысында барып, жұмысыңызда отыруыңыз керек. Және де қайтатын кезге дейін сіз шыдауыңыз керек. Оның арасында анда-мында шығып кетуге болмайды. Одан бөлек, егер сіздің балаңыз ауырып қалатын жағдай болса, немесе үйге қонақ келіп қалатын жағдай болса, немесе сондай бір жағдайлар болса, міндетті түрде сіз бастығыңыздан сұрануыңыз керек болады. Егер сіздің бастығыңыздың көңіл күйі жоқ болса, онда сіздің бастығыңыздың көңіл күйіне қарап отырасыз, мен жібере ма, жібермей ма. Ал онлайн жұмыста сен өз-өзіңе бастықсың. Азанда тұрып жұмысқа бару деген қорқыныш жоқ. Азанда қалаған уақытында тұрасың, балалармен бірге бола аласың, қалаған уақытында тамақ аласың, яғни өз уақытың өзіңде. Ал үшінші бұл табыс шектеулі емес. Яғни сіз егер традиционный жұмыста жұмыс жасайтын болсаңыз, онда сіз 20 жыл жұмыс істесеңіз де, 30 жыл жұмыс істесеңіз де, сізде бір табыс болады, шамалы өсуі мүмкін, бірақ сол бір табыспен соңына дейін жұмыс жасайсыз. Ал егер сізді жұмыстан шығарып жіберетін болса, онда сіздің стажыңызға еш нәрсеңізге қарамай-ақ жұмыстан шығып кетесіз. Яғни сізде конкретно сенім жоқ, чтобы мен осы жерден пенсияға шығамын дейтін ешкімде ондай қазір сенім жоқ. Өйткені адам көп, конкурент көп, сондықтан адамдар традиционный жұмыста қорқып жұмыс жасайды. Онлайн жұмыста сенде онда ешқандай қорқыныш жоқ. Сенің стажың көбейген сайын сенің ақшаң көбейеді, яғни өзіңнің жұмыс істегеніңе байланысты сен ақша аласың. Төртінші бұл саяхат еркіндігі. Егер сен традиционный жұмыс жасасаң, традиционный жұмыста істесең, онда бір жылда бір рет, бір айға, мысалы демалысқа шығасың. Одан соң ол бір айдың көлемінде сен саяхатқа бармайсың, яғни үйіңдегі ремонтың болады, немесе бір ай саған жетпейді, немесе бір белгілеп тойды, бір нәрсені белгілеп қойсаң, сол тойды жасау керек болады. Яғни ал біздің онлайн жұмыста сен міндетті түрде саяхатқа барасың, өйткені компания беріп тұрған мүмкіндікті сен пайдаланасың. Яғни сен саяхаттағаның үшін сен ақша табасың. Бесінші, маған қатты ұнайтын, біздің компаниямыздың ең қатты ұнайтын жері бұл сатылым жоқ. Яғни өзіңнің мысалы ешқандай косметика сатпайсың, дәрі-дәрмегіңді сатпайсың, яғни ешкімге еш нәрсеңді тықпаштап ананы аласың ба, мынаны аласың ба деп ешкімге бармайсың. Негізі бұл саяхат барлық адам қалайтын нәрсе. Саяхат бізде онлайн, яғни онлайн бронь жасау болып табылады. Сондықтан да саяхатқа көп адам барғысы келеді, бірақ ақшаның жетіспеушілігінен көп адам бара алмайды. Ал біздің компания соған мүмкіндік беріп отыр, яғни сіз ақшаңыз болмаса да тегін бару мүмкіндігіңіз бар, немесе ақшаңызды айына төлеп отырып жинап бара алатын да мүмкіндігіңіз бар. Алтыншы, бұл халықаралық международный компания болғандықтан бұл жерде қай елде жүрсең де, қай жерде ауылда жүресің бе, қалада жүресің бе, немесе басқа елде жүресің бе, разница жоқ. Сен қай елде жүрсең де, тек интернет пен телефоның болса болғаны, сен любой жерде жұмысыңды істей бересің. Одан бөлек 18-ден асқан адамдардың барлығы жұмыс жасай алады. Яғни сен бұл жерде дипломың бар ма, жоқ па, оқығансың ба, стажың бар ма, жоқ па, немесе сен жассың ба, сен кәрісің ба, оған ешқандай
оған шектеу жоқ, яғни барлық адам бұл жерде жұмыс істегісі келетін адам, саяхаттағысы келген адам барлығы осы жерде жұмыс жасай алады. Біздің компаниямызда ең бірінші ақшадан бұрын негізі эмоция, қуаныш сыйлайды. Сол адам байыған кезде саяхаттау емес, баю үшін саяхаттау керек. Сен бір адамға саяхатты сыйлай отырып, өзің тегін саяхатқа шыға аласың. 5 адамды тіркеу арқылы, яғни өзің тегін саяхатшы болуға мүмкіндігің бар. Егер сіз тегін саяхатқа шыққыңыз келсе, онда міндетті түрде осы жердің партнері болып жұмыс жасап, тегін саяхатқа өз отбасыңызбен шыға аласыз. Сізде осындай керемет мүмкіндікті қаласаңыз, маған хабарласыңыз, сізге міндетті түрде барлығын үйрететін боламын.